Сәлем достар, сіздермен Бақытгүл. Бүгін біз сіздермен беляши пісіреміз. Бізге қажетті ингредиенттер ол ұн, жылы сүт, жылы су, бір жұмыртқа, қант, тұз, ашытқы және де сұйық май қажет. Ең алдымен жылы су. Жылы суға біз жылы сүт қосамыз, жақсылап араластырамыз. Одан соң қант пен тұз қосамыз. Жұмыртқамызды қосып араластырамыз. Одан соң құрғақ ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Күнбағыс майын қосып, барлығын бірге араластырамыз. Енді аз-аздан ұн сала отыра біркелкі қамыр жасаймыз. Мен ең алдымен осылай венчикпен араластырып аламын. Одан соң қасықпен осылай араластырып, ең соңында қолыммен илеймін. Енді қамырымыздың бетін осылай жауып, жылы жерге 1,5-2 сағатқа қоямыз. Қамырымыз жақсы көтерілуі тиіс. Салмасына менде тартылған ет, туралған пияз және де тұз бен бұрыш бар. Жақсылап араластырамыз. Қамырымыз көтерілген соң тағы да осылай басып, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Ал енді жаңағы бөліп қойған бөліктерді алып, осылай жұқа етіп оқтаумен жайып шығамыз. Жайып болған соң, осы бөліктердің ішіне 1-2 қасық салмасын салып, жақсылап түйеміз. Табамызға майымызды құйып, қатты қыздырып, беляшиімізді қуырамыз. Көпшілік айтып жатады, видеодағыдай тесігін төмен қаратып салу керек деп. Маған осылай ыңғайлы, сіз өзіңіз қалауыңыз бойынша жасап көріңіз. Мінекей достар, біздің беляшиіміз дайын болды. Дәмі өте керемет, жұмсақ. Дайындап көріңіздер. Рахмет.